Баршаңызға сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта кестенің көмегімен бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу және азайту деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Бұл бізде бүгінгі 15-ші сабақ. Бұл сабақта сен ауызша есептегенде бір таңбалы сандарды разрядтан аттап қосу кестесін қолдануды үйренесің. Бірінші тапсырма белгісіз сандарды тап дейді. Белгісіз сандар бұл жерде мына жерде теңдік тұр, иә? Теңдіктің екі жағы тең шығу үшін мына жақтағы өрнектерге белгісіз сандарды қоюымыз керек. Ол үшін не істейміз? 6-ға 2-ні қосамыз, оған 3-ті қосамыз. Осыдан қанша деген сан шығады? Қалай ойлайсыңдар? Соны тауып аламыз, мысалы соны тауып аламыз. Сосын сол сан шығу үшін мына 6-ның қасына мына бос түркізге сол санды жазуымыз. Сондай қай санды қоссақ жаңағы теңдік шығады, соны жазуымыз керек. Ол үшін қалай істейміз? Мысалы оңай варианты, иә, ең оңай варианты. Мысалы 6-ға 2-ні қосамыз 8, 8-ге 3-ті қоссақ 11 ғой. 11, иә? Бұл жерде теңдік 11 шығып тұр. Енді ол 11 саны шығу үшін мына жаққа 6-ның қасына қандай санды қосу керек деген сөзге келетін болсақ, жаңа қосу мен азайтудың байланысы деген тақырыпты естеріңе түсіресіңдер. Яғни 11-ден 6-ны азайтамыз. 6-ны азайтсақ қанша шығады? 5 шығады. Яғни міне бұл жасырын тұрған сан 5 екен. Яғни қараңдар, 6-ға 2-ні қосамыз, оған 3-ті қосамыз 11, 6-ға 5-ті қосамыз 11. Теңдіктің екі жағы теңесті. Келесі 15-тен 7-ні азайтамыз, оған 1-ді қосамыз. Бұл 18-е жаңағы міне бұл жерде қандай сан шығу керек деген сөз ғой. Мысалы 15-тен 7-ні азайтсақ 8, 8-ге 1-ді қоссақ 9. Енді 9 шығу үшін мына жерде азайту амалы, иә? Енді қосу мен азайтудың байланысын қайтадан еске түсіреміз. Енді қараңдар, мына 18-ді біз қайдан таптық? Ол үшін міне қараңдар, 15-тен 7-ні азайттық, оған 1-ді қостық. Иә, бұл жерде бізде 9 шықты. Енді 9, мына жерде 9 бен 9-ды қосамыз. Азайту амалы болғандықтан бұл жерде қосамыз, 18 шығады. Яғни 18-ден 9 азайтсақ 9 екен. Екі жағы теңесті теңдіктің. Келесі, бірден айта берейін балалар, міне 7-ге 4-ті қосамыз, 11, міне азайтамыз, келесі өзінің теңдігі шығады, иә? Мысалы 18-ден 9-ды азайтамыз, 9 деген сияқты теңдік екі жағы теңесті. Келесі 12 азайтылған 3, азайтылған 1 тең, 14-тен 6-ны азайтамыз. Екі жағы теңдіктің теңесті екен. Жақсы, келесі тапсырма. Бұл бізде екінші тапсырма, артық өрнекті тап дейді. 3-ке 5-ті қосамыз, оған 4-ті қосамыз, тең болады. Қанша болады? Қалай ойлайсыңдар? Иә, 12 болады, иә, 12. Бұның барлығында 12 болу керек. Бірақ бір теңдіктің жауабы басқаша. Яғни біз барлығын қосып шығуымыз керек та, сол басқаша теңдікті сызып тастауымыз керек. Бұл жерде артық ол. Қай өрнек? Міне, бұл бізде 6-ға 1-ді қоссам 7, 7-ге 4-ті қоссам қанша? 11 екен. Мынам барлығының, өздерің есептеп көріңдер, мынаның барлығының жауабы 12-де, мынам 6-ға 1-ді қосып, оған 4-ті қоссам 11 шығады екен. Яғни бұл артық өрнек екен. Келесі. Үшінші тапсырма, берілген сандарды пайдаланып қосу амалымен тура теңдік құр. Енді қараңдар, ол берілген сандар деген мына кубикта тұрған сандар, иә? Мына текшеде тұрған сандар. Енді осыларды пайдаланып тура теңдік құрамыз. Ол тура теңдік дегеніміз 8-ге 4-ті қосамыз 12, бізде тура теңдік шықты. Иә? Енді тапсырмасы бар. Қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайт дейді. Міне, қосындының мәні 12, 12-ден азайтамыз бірінші қосылғыш 8 тең болады 4. Есеп шығарылды. Тапсырма орындалды. Келесі, енді тапсырмасы бар екен. Берілген сандарды пайдаланып, азайту амалымен тура теңдік құр. Енді бұл жерден азайту амалымен тура теңдік құрады екенбіз. Ол дегеніміз қалай? Айырманың мәніне азайтқышты қос дейді. Ол дегеніміз қалай екен? Міне қараңдар, азайту амал дейін 15-тен 9-ды азайтамыз 6, тура теңдік жасадық. Енді айырманың мәні дегеніміз 15, мәніне азайтқышты қос дейді. Яғни міне 15-тен 9-ды азайтсақ 6, 6-ға енді азайтқыш бұл жерде 9 қосамыз тең болады 15 екен. Яғни бұл жерде қосуды азайтумен тексеруге болады деген сөз. Яғни қосу мен азайту бір-біріне кері амалдар деген біз ереже жаттаған болатынбыз. Жақсы, келесі
Төртінші тапсырма, қосу кестесін пайдаланып өрнектердің мәнін тап. Бұл енді өте оңай балалар, бұл бірінші класста шығарған есептер. Бұл жерде тіпті түсіндірудің де қажеті жоқ. 16-тан 8-ді азайтамыз 8, 7-ге 8 қосамыз 15, 8-ге 3 қосамыз 11, 12-тен 7-ні азайтамыз 5. Енді өрнектердің ең үлкен екі мәнінің қосындысын және айырмасын жаз. Бұл енді кішкене қиындау. Ең үлкен екі мәні бұл жерде 15 пен 11 екен. Енді бірінші амал 15 пен 11-дің қосындысы, екінші амал 15-тен 11-дің азайтындысы болу керек. Сол екеуін жазып көрейік, міне жаздық, Бұл осылай орнады. 15-тен 11-дің азайтындысы 4, 15 пен 11-дің қосындысы 26 екен. Келесі 5-ші тапсырма, есепті шығар дейді. Немерелері әжесіне 12 жіп орамын дайындауға көмектесті. Әжесі кеудеше тоқу үшін 8 жіп орамын пайдаланды. Неше жіп орамы қалды? Бұл жерде балалар есептің шарты жазылып тұр. Бұл жерде тек қана бізге шешуін орындауымыз керек. Болды 12 жіп, пайдаланды 8 жіп, қалды. Қалғаны қанша? Енді бұл жерде не істейміз? Шешуі, мына 12-ден 8-ді азайтамыз, 4 жауабы 4 жіп орамы қалды. Есепті қандай амалмен шығардың дейді? Бұл азайту амалымен шықты, Өйткені қалды, қалған нәрсені жазуымыз керек. Қанша болды, барлығы қанша болды десе, ондай сұрақтың жауабына біз қосу амалын пайдаланамыз. Жақсы. Енді бұл жерде үй тапсырмасы бар екен. Бірінші бағандағы теңдіктерді пайдаланып, қалған бағандардағы өрнектердің мәнін тап дейді. Бұл қалай деп ойлайсыңдар? Міне 9-ға 4-ті қосамыз 13. Енді қосу мен қосылғыштардың орнын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді деген ереже бойынша 4-ке 9-ды қоссақ, ол да жауабы 13. Енді мына 13-тен 4-ті азайту дегеніміз бірінші қосылғыштан екінші қосылғышты азайтсақ, қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтсақ, екінші қосылғыш шығады, қосындының мәнінен жаңағы екінші қосылғышты азайтсақ, бірінші қосылғыш шығады деген жаңағы ережеге сәйкес екен, Міне 13-тен 4-ті аламыз 9, 13-тен 9-ды аламыз 4. Ары қаратай 6-ға 5-ті қосамыз 11, 5 пен 6-ның қосындысы 11, 11-ден 6-ны азайтамыз 5, 11-ден 5-ті азайтамыз 6 екен. Келесі 6-шы тапсырма, өрнектердің мәнін кему ретімен орналастырып, мақалды оқы. Осы мақалдың мағынасын сен қалай түсінесің? Енді қараңдар, мына бірінші ең басты нәрсе бұл жерде мына өрнектердің мәнін тауып алу. Енді ол өте оңай, міне қараңдар балалар. Әрбір өрнектің қасына мен мәнін жазып қойдым. 16-тан 8 алсам 8, 12-ден 8 алсам 4, 6-6-ны қоссақ 12, 18-ден 9 алсақ 9. Енді осыларды кему ретімен орналастыруымыз керек. Ең үлкеннен бастап, мысалы, бірінші 12 ма бізде? 12 отан қуат, мысалы бірінші жолы. Екінші жолы от басы шуақ деген бізде мақал шықты екен, балалар. Міне балалар, бүгінгі тапсырма осымен аяқталды. Сендерге бүгінгі тақырыпта барлығы түсінікті болды деген ойдамын. Барлық тапсырмаларды барынша жеткізе алдым деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, сендерге ұнаса достарыңа айтып, бөлісе жүріңдер. Және қоңыраушаны басуды міндетті түрде ұмытпаңдар. Менің каналымда шыққан жаңа видеоларды үзбей көріп отыратын боласыңдар. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңдар.